Шүкіршілік дегеніміз не? Оның маңыздылығы не? Шүкіршілік шағыммен бірге жүрмейді. Шүкіршілік күпірлікпен бірге жүрмейді. Бұндай нәрселерге бармаймын. Бұрындары 500 мың теңгеге бір сағаттық консультация алатын. Аллах, өтірік емес. Жігітше. Ажырасудың көп себебі шүкірсіздіктен. Қасында тұрған әйелді бағаламайды әйел ретінде, әйел ерді бағаламайды ер ретінде. Бүкіл ұлт тең. Ешқандай ұлт кем емес. Ешқандай ұлт артық емес. Осы позицияда өмір сүрген адам. Өйткені бүкіл ұлт Алланың жаратылысы. Не, өшіре есіме түсті ғой. Фәинна мa'ал усри юсра дегенді айтып өтсеңізші алдында айтып. Иә, негізінде байға намаздан кейін отырып зікір тарту өте қиын. Тұрып кетіп қалады постоянно байлар. Отыра алмайды ғой. Бірақ мұсылман адам барынша шағымнан алыс болып шүкіршілік халіне қарай жүру керек та. Бірақ байқамаған екем, кейін ләин шакартум ла зиданнакум аятын оққаннан кейін барып түсіндім досымның айыбын, қателігін. Қарап отырсам досым тілімен шағым айтып қоятын кісі екен да. Ассалаумағалейкум баршаларыңызға, мұсылман үні каналына қош келдіңіздер. Бүгін біздің тақырыбымыз шүкіршілік етіңдер, міндетті түрде арттырамын. Осы жайлы алдындағы видеода болғандай Мейіржан ұстазымыз болады. Бұл кісі туралы алдында айтып өттім. Бұл кісі Нұр Мүбарак университетінің магистранты және де Нұр Мүбарак мешітінің азаншысы. Бұл видеода бізде руханият жайлы, ақида, фих, не дұрыс емес, тоже руханият жайлы болады. Шүкіршілік етіңдер арттырам. Жалпы видеоның мақсатын айта өтейін. Бұл жерде егерде құлшылық етіп жүрген адам болады, ғибадаттардың барлығын рет-ретімен жасап жүреді, бірақ та дүниелік бір шаруалары реттелмей жатады. Намазға келеді, болмаса бағанандай барлық ғибадаттың түрлерін жасап жатады, тахаджудке тұрып жатады, бірақ та өмірдегі сынақтар әлі де жалғасып жатады. Ешнәрсе реттелмейді, өмірде ештеңе өзгермейді. Осы жерде не нәрсе дұрыс жасамай жатырық деген нәрсе пайда болады ғой енді. Выгорание болады, мысалы, жасайды, бірақ адам бәрібір де құлшылық үшін жасайды, бірақ артында да бір нені үміт етіп отырады ғой, бір пайданы үміт етіп отырады, үміт те болады постоянно. Осы туралы осы тақырыпты ашсақ, иә? Сөз. Ассалаумағалейкум. Уалейкум ассалам рахматуллах, Айдархан. Иә, күшті тақырып негізінде. Енді өзіміз алдын ала осы тақырыпты ашсақ екен деп келістік қой. Жаңағы аят бар ғой, ләин шакартум ла азиданнакум деген, егер шүкір етсеңдер мен міндетті түрде арттырамын деген. Бұл керемет мұсылмандар үшін берілген Алланың уәдесі, керемет уәде. Бұл Құдайдың тарапынан уәде. Сен шүкір ет, мен саған міндетті түрде арттырып берем. Яғни сен намаз оқы, мен саған арттырып берем деген жоқ. Сен зікірді көп тарт, мен саған арттырып берем деген жоқ. Сен шүкір ет, мен сонда саған міндетті түрде арттырып берем дейді Алла Тағала. Шүкіршілік дегеніміз не? Оның маңыздылығы не? Сол ғой. Енді Алланың уәдесі орындалу үшін мен міндетті түрде арттырам, сен жағдайыңды жақсартам деген уәде орындалу үшін қосып берем деген сөз ғой. Ләзиданнакум, қосып берем үстіңе. Сен бар нәрсеге тағы да қосам деген сөз ғой негізінде. Сол орындалу үшін ең бірінші шүкіршілік дұрыс орындалу керек. Шүкіршілік бар нәрсеге разы болу, иә, дұрыс. Сосын екінші бір нәрсе бар. Шүкіршілік шағыммен бірге жүрмейді. Шүкіршілік күпірлікпен бірге жүрмейді. Өйткені Алла Тағала Құранда айтады: «Уазкуруни азкуркум вашкурули валя такфурун» дейді. Мені еске алыңдар, мен сендерді еске аламын, маған шүкіршілік қылыңдар да күпірлік қылмаңдар дейді. Күпірлік деген терминологияда тілдік мағынасы неблагодарность. Бар нәрсені мойындамау. Нығметін мойындамау. Алланы мойындамау. Алланы мойындамайтын адам кәпір. Неге? Ол мойындамаушы. Кәпір деген термин ғой, мойындамаушы. Кімді? Құдайды, өзін жаратушыны, иесін мойындамаушы. Алладан тарапынан келген нығметтерді мойындамайтын адам да кәпір негізінде. Ол түсінбей, ол ойлап тұрды, ол өзі типа красавчик болған үшін, керемет болғандығы үшін, жаңағы ақылды болған үшін оған нығметтер келіп жатыр деп ойлап қалуы мүмкін адам. Бірақ не жоқ, Алланың жәрдемімен келіп жатыр да, оған Алланың нығметі, Алланың беріп жатқан соны адам мойындау керек. Мойындамай ма, және де Алла берген нәрсеге разы емес па, ол жақта шүкіршілік жоқ. Қанша ол альхамдулилля 1000 рет айтсын күніне, мен Алладан разымын деп былай айтсын, бірақ іштей Алла берген тағдырға, Алла берген киім, тамақ, нығмет, көлік, әйел бала-шаға, ата-ана, біреу ата-анасына разы емес, мысалы, Құдай берген ата-ана ғой, оған да разы емес, бала-шағасына разы, әйеліне разы емес, жұмысына разы емес, онымен болып жатқан ситуацияға разы емес адамнан ешқашанда шүкіршілік шықпайды. Шүкіршілік ода жоқ.
То есть Иә, дүниелік мәселелер реттеле бермейді дейсіз ғой. әрине, өйткені ол шүкіршілік орындап тұрған жоқ қой. Сондықтан алла оған қазір бар нәрсесін арттырып бермейді. Ода тұрақты түрде жаңағыдай бір хал қалады. Қашан мысалға бір сол ләин шакартум ләзидандыкум аятының тәпсірінде келеді. Шүкіршілік шағыммен бірге жүрмейді. Шағымданатын адамда ешқашан артпайды. Бұған өмірлік мысал көп. Өмірлік мысал өте көп. Қарапайым бір кісі бар, имам кісі, имам кісі, бірақ тамақ жеген кезде бұл альхамдулилля деп жаңа қуанып жейді да, жаңа разы да. Ол рошки болсын, шай болсын, жаңа қарапайым ше, судың да бағасын беріп кетеді, нанның да не деген жұмсақ деген сияқты. Яғни ол алдына түсетін тамаққа ешқашан бір негативный пікір айтпайды, наразылық білдірмейді. тіпті ұнатпай қалса. Пайғамбар Мұхаммад саллаллаху алейхи вассалам тамағын сөкпеген дейді ғой, иә, пайғамбар тамақ жеген кезде ұнамаса жемей қойған болды. Бірақ комментарий етіп ұнамады айтпайды. Неге? Өйткені алла жазған тағдырмен жазған тамақ қой, ол құдайдың беріп тұрған тамақ қой. Дұрыс па? Ол алланың бергеніне ол наразылық білдірмейді да. Наразылық деген шағым айту ғой, мысалы тамағым мына жерде мынандай болып қалыпты деген, ол шағым болып кетеді ғой уже. Иә, недовольство ғой. Құдайдың саған сенің аузыңнан былай өткен нәрсеге күйіп қалыпты ғой деген сияқты. разылықты білдірмей тұрсың да. Осы мәселеде енді ол тонкий мәселе, енді шыны керек. Яғни адам Құдай берген нәрсенің әр нәрсесіне разы болу керек. Қарапайым киім бұйырды ма, оның бір кемшіліктер болып жатса көрмей, байқамай, оған жоқ артықшылығына көп көңіл бөліп. Әйел отбасы мәселесінде де осындай шығар, иә. Әрине. Мен неке қиямын ғой, мешітте. Неке қиямын ғой, сол кезде шәкіртім ғой, неке қиып жатқан кісілерге айтамын. Ажырасудың көп себебі шүкірсіздіктен. Қасында тұрған әйелді бағаламайды әйел ретінде, әйел ерді бағаламайды ер ретінде. Тек минусын көре береді, шағымдана береді. Пайғамбар Мұхаммад Мұстафа саллаллаху алейхи вассалам қалай айтты бізге? Ерлерге айтып отыр, бізге көбіне. Егер де сен әйелінің бойынан бір жаман қасиет көрсең дейді, онда бірден оның жақсы қасиеттерін еске ал деген хадис бар екен. Яғни аласың, зато менің әйелім осындай, мені жақсы көреді, мені құрмет қылады, маған сіз деп сөйлейді. 5-6 тіл білсе, әке-шешем ренжітпейді деген сияқты. Әке-шешем 5-6 тіл білсе, 5-6 тіл біледі, бағынады, айтқанды істейді. Басқа да қандай артықшылықтары бар? Еске аласың. Иә, жаңағындай бірнеше өнері бар шығар, басқа бар, иә, финансовый грамотный шығар, адал мен арамды жақсы ажырататын шығар. Қандай бір мелочь, хоть сауатты жазатын әйел болды. Мысалы, бір әйелдер болды, жазулар сауатсыз жаңағындай ше. Көресің комментарийлер, әйелдер жазады, ерлер жазады, ерлерде де сауатсыз, қыздарда да кейбір жазады. Ол да бір негізі былай айтқан кезде адамға кемшілік қой негізі. Бірақ ал егер әйелің сауатты жазып жатса, оны да бір бағалап қойып. Әйелің сауатты жазса, оны көрмей қалып. Яғни оған баға бермей мысалға ше. Яғни әйелінен пайғамбар айтып отыр, сен әйелінен қандай бір кемшілік көріп қалсаң, бірден оның жақсы қасиеттерін еске ал дейді. Яғни ода бар Құдай берген нығметтерді еске ал дейді. Сөйтіп бар нәрсені көріп, жоқ нәрсеге тірелме, негативке, кемшілікке тірелме, қадалып қалма оған. Оған қадалып қалма. Адамның бойына жақсылықтарды көрді, соны нығмет деп біліп, шүкіршілік халмен өмір сүр деген шақыру ғой негізінде. Осындай халмен өмір сүрген жұптар ажыраса ма? Өзінің күйеуінен тек жақсылық көретін, өзінің әйелінен тек жақсылықты ғана көретін отбасы ажыраспайды да негізінде. Өйткені ол кемшілікті ескермейді. Көріп қалса, оған біраз ұнамай қалды әйеліне. Ол бірден алады да. Зато мен әйелім осындай, зато мынандай жақсылық, негізі менің әйел қасымда Құдай берген нығмет жүр екен негізі. Алланың бір берген жақсылық екен әйелді. Деп қайтадан әйелін бағалау, шүкіршілік халіне өтеді да. Жаңағы шағым претензия кетіп қалады. Яғни біз тарапынан жасалатын шүкірлік шағымсыз болу керек, шағымсыз. Өйткені шағыммен болған кезде ол шүкіршілік есептелмейді. Мысал келтірсем осы жерде. Негізі Елді ұстазымыз бұл мысалда бір подкаст айтып қойған. Бір таныс кісіміз, досымыз деп айтсақ та болады. Өмірінде бір енді үлкен бір тәубеге келіп 5 уақыт намазға келеді. 5 уақыт намазға келеді, зікір, пікір, Құран оқиды, арабша біледі ол жігіт. Арабша біледі. Ғибадат мәселесіне кәдімгідей жақсы келеді. Тез андай қалыптасып кетеді. Мешітте 5 уақыт намаз оқиды, ораза ұстайды, Рамазаннан күшті өткізеді, Құран хатым қылады, әртүрлі діни подкасттар, лекциялар тыңдайды, ағылшын тілінде, араб тілінде, жаңағы орыс тілінде осын дәрістер алып, содан кәдімгідей жақсы рухани өседі. Бірақ оның басында жаңа бірнеше сынақтар бар еді. Денсаулығы ай сайын дәрі-дәрмекке пәленбе ақша кетеді. Мамасымен сәл қарым-қатынас суып,
мамасы басқа шетелге кетіп қалады да, мамасымен қарым қатынас түзелмей қалады, жаңағындай дұрыс сөйлесе алмайды мамасымен, мамасы дұрыс сөйлеспейді баласымен деген сияқты. Сосын үйленейін десе қыздар жоқ дей береді. Түрі десе түрі бар, Алматыда үйі бар, машинесі бар, бірақ жаңағы бес тіл біледі, мамандық иесі, бірақ қыздар жоқ дейді. Сөйлеседі жаңағындай үйлену мақсатында, танысу мақсатында сөйлеседі. Бір 3-4 кездесуден кейін қыздар айтады, жоқ, болмайды екен дейді. Сөйтіп бір 2 жылдың ішінде 20 шақты қыз оған отказ жасайды, айтқан кезде ары қарай біз бара алмаймыз, үйленуге жеткізбей ақ қояйық деп ше. Оны самооценка түсіп қалады одан кейін әрине ше. Сосын жаңағы не, жұмысқа тұра алмайды, жұмысқа. Ол анау сол намаз бастаған кездері как раз жұмысынан айырылып қалады. Қайтпай ақ қойын, қандай жұмыс екен, жұмысынан айырылып қалады. Или айту керек пе еді? Жоқ, анда айтасыңшы бір. БКР ғой, стюарт болып істейді. Сол компанияда істейді. БКР жабылып қалады. Ол кісі көп адамдармен бірге жұмыстан айырылып. Стюарт болады, тіл көп біледі, маман, красавчик, в общем, бәрі бар. Соның бәрі бар. Ғибадатқа келеді. Сосын ғибадатқа келгеннен кейін жұмыстан айырылып қалады, жаңа ауру шығады, қыздар жоқ дейді, үйлене алмайды, анасымен отношения қарым-қатынас. Сосын қателеспесем, андай бір диагноздарда сіз бедеу болып қалуыңыз мүмкін деген қауіп ақпаратын айтады да енді дәрігер. Яғни сізден бала көтере алмауы мүмкін әйел дегенде бір қорқытып қояды да. Ол одан қорқып қалады. Сөйтіп сол уайыммен 2 жыл жүреді ғой. Ол еще диетада болады, масқара диетаға отырғызып тастайды оны дәрігерлер. Кәдімгідей біраз нәрсе жей алмайды, қантпен шай іше алмайды дегенде ше. Жейтін рацион көрсең аяп кетесің ананы. Кәдімгідей менің көзімше 2 жылдың ішінде бір 20 килограмм тастады ана жігіт кәдімгідей. Ана біраз нәрсе жей алмайды. Содан жесе шауырады дегенде ғой жаңағындай. Дәрі-дәрмек ішеді, ол дәрі-дәрмектің асқазаны құртылады, оны асқазан емдейді, тағы дәрі ішеді, сондай пробиотик ішеді дегендей. Сөйтіп сосын бір күні айтады, мейіржан дейді, 2 жылдан кейін ғой уже. Мен 2-ші курстан 4-ші курсқа қарай өтіп жатырмын уже. 4-ші курс болды, 2 жыл өтіп кетті ғой. Енді орысша сөйлейді, что я неправильно делаю, мен не нәрсе дұрыс істемеймін дейді. Мен намазға келдім, мен зікір пікір тартып жатырмын, Құран оқып жатырмын, Аллаға истиғфар, тәубе қылып жатырмын, бірақ менің өмірімді көріп тұрсың ғой дейді, еш нәрсе өзгермей жатыр дейді андай. Сынақтар тұрақты болып кетті ғой дейді андай. Осы жалғаса бере ме, әлде Алланың жәрдемі келе ме, қалай болады екен деп уайымдайды ғой енді. Мен не нәрсе дұрыс істемей жатырмын, Алланы кінәлап тұрған жоқ ол. Просто мен тараптан не нәрсе дұрыс болмай жатыр деп жаңа дұрыс уайыммен келіп жатыр да негізінде. Сосын мен дос ретінде 2 жыл қасында жүрдім, бірақ байқамаған екенмін. Кейін ләин шәкәртум лә азиданнакум аятын оқығаннан кейін барып түсіндім досымның айыбын, қателігін. Қарап отырсам досым тілімен шағым айтып қоятын кісі екен да. Сөйлеу барысында жаңағындай әр нәрсеге претензия, комментарий айтып қояды. Мені сергек ұстап алды, штраф төлеу керек болды, туф, тағы да жаңа көрші өзінің мусорын кальдорға тастап кетіпті. Кальдор сасып жатыр, осылар қызық тамақ бірдің нәрсе ұнамай қалса бірден тамаққа жаңа не нәрсе дұрыстап істемей ма деген сияқты ше. Қыздармен жаңа сөйлеседі де әңгіме жараспай қалды. Ана қыздар қызық олардың түсініктері қызық деп жаңағындай шағым да, мамаммен сөйлесіп едім, тағы да жауап бермеді WhatsApp-ыма деген сияқты ше. Сообщение жазып, енді сондай шағым айтады екен да, тілмен байқап қалдым да енді. Дос болғаннан кейін тыңдай бересің ғой, қатты мән бермейсің. Негізі мұсылман адам ондай шағым шыға бермеу керек та. Досым айтамын, давай бауырым не істейік, сен сөйлеу барысында шағым айтып барсаң, мен сені тоқтатамын деймін да. Келісесің бе деп. Мүмкін сол шағымның кесірінен шығар деп айтып тұрсың. Мен айтып сен шағымды азайт түсеңде шүкіршілігің дұрыс болады сол кезде деймін да. Өйткені шүкіршілік пен шағым бірге жүрмейді ғой. Сен шағымның кету керек. Сенде Құдайдың саған жазып берген тағдырыңа қатысты претензия. Сен наразысың, сен Құдай жазып берген тағдырға разы емессің. Бірақ негізінде қарасақ, сен Алматының ортасында үйің бар, машина керемет, жаңа машина, жақсы машина, жаңа 5 тіл біледі, намазға келді, иманға келді, Құран жаттап жүр, көптеген діни дәрістер алды, оның ауруы оны жатқызып тастаған жоқ, өз дәрілерін өзі сатып алып жатыр, ешкімге қарыз емес ол жігіт ше, қарызға батып жүрген жоқ көп адам сияқты мысалы ше, өз нәпақасын өзі тауып Алланың жәрдемімен ғой әрине. Құдай саған ем берсе де соның дәрі-дәрмегін Алла тағала сен өз ақшаңа алғызып жатыр, ризығы адалынан болып жатыр, жаңа таксовать етсе де әйтеуір өзі адалынан, яғни үлкен күнә жасап жатқан жоқ. Шүкір ететін нәрсе өте көп негізі ол ше, бірақ оны ескермей жаңа мелочь көріп қала береді да, шағым айтып қоя береді да. Сосын жаңа екеуміз келісеміз, 1 ай бойы түзеуге тырысамын. Бауырым, тоқтай қой. Сізбен әңгімелесіп жатқан кезде тоқтатып қаламын, шағым айтып тоқта дейсіз қазір. Ол да түсінеді бірден. Аллаға шүкір, жаңағындай аузына ие болып қой деп жаңа Құдай кешір, Алла мені кешір, бәрі жақсы, бәрі күш, менде бәрі күш деп. Ең бірінші өзгерген нәрсе оның андай жүзінен күлкі көремін. Ең бірінші. Оказывается, ұстап жүреді екен адам байқамайды екенмін. Сосын бір дауыстап күлгенін естимін ғой. 2 жыл бойы естімегенмін ғой, күлкі қандай екен ода ше. Дауыстап күлкісін естимін ғой 2 жылдан кейін ше. Андай әбден подавленный стрессте жүрген адам ғой енді.
дұрыстап жымия алмайды жаңағыдай. Мейіржан, сен қайдасың? Қазір келем деген сияқты. Сондай сөйтіп сөйлейді да, мен ойлағанмын өзі сондай шығар. Жоқ, ондай емес екен. Негізі басқаша сөйлей алады екен жаңағыдай. Жақсы интонациямен жаңа айта алады екен негізі. Просто ішкі жаңа сынақтардан әбден шаршап кеткен ғой адам. Сосын шағым болғаннан кейін, ішкі претензия, тағдырдан разы емес, сондай болғаннан кейін уже көңіл күй бәрі түсіп кетеді екен, эмоция бәрі. Сөйтіп оның бетіне қан жүгіріп, эмоциясы күшті болып, жаңағындай мейіржан деп жаңағындай ше, мен сені алла расын жақсы көремін деген сияқты сөздер айтып уже өзгереді. Сосын сол моментте бір айдан кейін дәрігерден мынандай келеді, хабар келеді: сіздің анализдеріңіз жақсы шықты, сіз енді мынандай дәрі ішпесеңіз болады, диетада рационға мына нәрсені қоссаңыз болады деп күшті хабар келеді. Ол қуанады кәдімгідей. Бұл қымбат дәрілер ғой, бәрін азайтады, тамақ жей бастайды уже. Сосын одан кейін Эйр Астана жұмысқа алады оны. Эйр Астана жұмысқа алады. Сол 2-3 айдың ішінде бір қызбен сөйлесіп жүрген, как раз сол қыздың ата-анасы оны шақыртып өзінің қаласына. Ол жігіт мен досыммен танысып, болды, қызымыз саған береміз, разымыз, құдалық жаңағы қыз ұзату болды, келіп алып кет деп. Сол ұзатуға мен барамын досыммен бірге. Ұзату тойда бірге болып, жаңағы келін түсіріп үйленеді, Аллаға шүкір. Ол қыз да жаңағы өз секілді бірнеше тіл білетін, жаңағындай намазда, орамалда, жаңағындай өз секілді вайптары бір, әйтеуір түсініктері бір адамда. Бірнеше тіл біледі, жаңағы ағылшын тіл мұғалімі деген сияқты. Сөйтіп бір айдан кейін, 2 айдан кейін маған хабар келеді, ұмытып қалдым. 1-2 айдың арасында негізі. Мейіржан, ана беремін деп жаңағы. Ол ойлаған ғой, ол жаңағы қорқып жүрген ғой, жаңағындай бедеумін ба деп ше, дәрігер қорқып тастаған ғой. Ана беремін. Сол бала сап-сау кішкентай 2 жасар бала, қазір жүгіріп жүр баласы. Адам деп атап қойған, жүгіріп жүр баласы әп-әдемі. Сап-сау жүгіріп жүр. Сосын мамасы енді баласының үйленгенін, немерелі болып жатқанын естіп, жаңа өзі контактқа шығып, өзі мамасы жаңағындай сыйлықтарын жасап, кәдімгі әже болып араласып, жақсы болып кетті. Сондағы шүкіршілік халіне өткен, шағымдануды азайтып, шағымды азайтты кәдімгі. Өзі тағдырдан разылықты күшейтті. Жұмыс бұйырды, денсаулығы реттелді, салиқалы әйелге үйленді, сап-сау бала дүниеге келді. Алла салиқалы ұрпақтан етсін. Сосын мамасымен қарым-қатынас түзелді. Бүкіл проблема жан-жақты. Артығымен қазір ол уже Эйр Астана тастап басқа бір престижный жұмысқа қарай кетті, ары қарай кетті. Яғни оның тағдырына қарасам, қазір досымның тек жақсылыққа көбейіп жатыр. Алла өз уәдесін орындап жатыр. Алла тағала оған қатысты міндетті түрде арттырып беремін деген уәдесін орындап жатыр. Неге? Өйткені ол бауырым шағымдануды қойып, шынайы шүкіршілік халіне өтті. Ол бауырыңыз біле ма негізі ол нәрсе содан кейін болып жатқанын? Түсініп отыр. Айтып қоямын мен, кей кезде екеуміз бір сөйлесіп қалған кезде тағы бір негатив біресе айтып жатса, сен ұмытып қалдың ба, сен не себепті өсіп жатқаныңды деп жаңа айтып қоямын ол. Ой, әдет қой, бұрынғы әдет қой деп жаңағындай тәубе етеді бірден. Яғни бізде бәрімізде шағым бар негізінде, ол өтірік емес. Бізге де кейде біресе ұнамай қалады, тырысып қаламыз, бір нәрсе жаңағындай претензия, Алла бізді кешірсін баршамызды. Бірақ мұсылман адам барынша шағымнан алыс болып шүкіршілік халіне қарай жүру керек та. Сол кезде Алла уәдесіне тұрады. Яғни біздің ғибадаттарымыз біздің дүниелік мәселемізді арттырмайды негізінде. Ол Алламен байланыс, жаңа Алланың жәрдемін алу, тура жолда бекем болу, күнәдан алыс болу деген сияқты ше, Құдай тарапынан. Бірақ дүниелік мәселені жақсы арттыратын ол Алланың уәдесі ғой, мен міндетті түрде сендерге арттырып беремін. Сен иман байлығына шүкіршілік қылсаң, сенің иманың одан да күшейеді. Сен намазыңа альхамдулилля намаз оқып жатырмын, осындай деңгейде намаз оқып шүкір етші, сен намазың деңгейі артады. Сен дүниеңе қазір бар мүлкіңе шүкіршілік етші, Алла арттырады. Бірақ шүкіршілік шағыммен жүрмейді. Шағыммен бірге жүрмейді. Шағымы жоқ шүкіршілік болу керек та. Кәдімгідей шынымен шүкіршілікті мәз кәдімгідей балаша кәдімгідей қуана білу керек та адам негізінде. Сол кезде Алланың уәдесі орындалады. Түсіндіре алдым ба? Иә, өте керемет мысал. Өте керемет. Сұрақ қойын, келесі сұрағымыз бізде мына жерде уже біраз сұрақтардың жауабын айтып тастапсыз сіз ше мына жерде. Біз алдындағы видеода айтқандай, сендермен болып жатқан пәлекеттер өздерінің қолдарыңмен істеп алғандарың дегенге түсініктеме бере аласыз ба осы мәселеге байланысты? Шүкіршілікпен байланыстырып па қалай? Иә. Біз алдында негізі осыны құрастырып жатқан кезде осы сұрақ шықты тоже ше? Оны аштық қой біз, күшті айттық қой, айттық болды, толық болды негізі меніңше. Алдыңғы подкастта, иә? Бірақ адамның қате шешімдері адамның қате әрекетіне алып келеді. Қате әрекеттің салдары, орысша айтқан последствиясы қиындықтар мен пәлекеттер. Адам өз өміріне қиындықтар мен пәлекет алып келеді солай. Сол секілді адамның шағыммен жүруі, шүкірсіз халде жүруі адамның
жағдайын арттырмайды. Яғни былай негізінде былай қарасаң, жаңа заңдылық бар ғой, ләин шакартум ля азиданнакум ше. Мына нәрсені есіме түсіп кетті. Шағымшыл адамға біз де көмектескіміз келмейді негізінде. Адам да сондай. Яғни барды бағаламайтын. Сен оған iPhone 16 алып бересің, ол 17 шығып кетті ғой деп ренжіп тұрған адамға ары қарай көмектескің келмей қалады. Сен барынша көмектесуге тырысып жатсың, бірақ оның қадіріне жетпеген адамға сен ары қарай көмектескің келмей қалады деген сияқты мәселе ғой. Енді Алла тағала бұл нәрседен жоғары, Алла біз секілді емес. Алла кей кезде шағым айтып жүрген адамға да көмектесе береді. Ол шүкір етпесе де оған бере береді. Өзін уәде етіп қойған, белгілеп қойған, тағдырына жазып қойған ризық несібелерін бере береді. Бірақ адам по-любому недоволен да оған. Осы шүкіршілік мәселесіне бір-екі мысал келтірейін. Өзіңізде болған? Өзімізде болғанын айтпай ақ қояйын. Бізде Аллаға шүкір көп. Жаңа бір нәрсе шүкір етесің, Алла арттырып береді, шүкір болады. Бір имам мысал обычный нәрсе болып қалған ба уже? Практиковать етіп. Иә, бір имам мысалын келтірейін. Ол кісі имам жаңағы жақсы жерде жұмыс істеп жүреді, жақсы мешітте қызмет жасап жүреді, үлкен должностьта қызметтер жасап жүреді. Сөйтіп бір сәтте ол өзінің бас имаммен ақылдасып келісіп ауылға имам болатын болады. Ауылда имам болып жүрген кезде ол жаңағы бірнеше айлар ауылда имам болады. Сол имамдық кезінде шүкіршілік қылады ол. Яғни шағым айтпайды. Осындай жаңағындай керемет должностьта жүрген едім, айлығым бар еді, басқа бар еді, енді міне айлығы жоқ. Ауылдарда айлығы жоқ қой, негізі ауылдың имамдарда айлығы жоқ қой. Айлығы жоқ, тегіннен тегін ауылда имам болып жүрмін деп шағым айтпайды ол. Шағым айтпайды, кәдімгідей қызметін жасайды, кәдімгі миллион теңге алып жатқан сияқты жұмыс жасайды ана кісі. Жасайды, сосын оған бірнеше айдан кейін звонок келеді. Осылай, Емеке, сізді пәленше деген үлкен мешітке ұстаздық қызметке шақырғымыз келеді. Сіз келсеңізші бізге деп, оны үлкен мешіт, Алматыдағы деп айтып едім, Алматыдағы үлкен бір мешіт қызметке шақырып алады. Яғни айтқым келгені, сол имамның оқиғасы өзінің қазіргі халіне, ауылда имам болып жүргеніне барынша разы болып шағым айтпай, өз бірінші шартты орындады, шағымсыз шүкір етті, Алла уәдесін тұрды да, оған керемет бір жаңағындай қызмет нәсіп етті. Ол қызметтің ақшасына басқасына қызығып тұрған жоқ, бірақ ол үлкен мүмкіндікті, үлкен мешітте жұмыс істеу, ол үлкен имамға мүмкіндік, қай жағынан көп адамға көмектесе алу мүмкіндігі, өзінің бар қабілетінде көп адаммен бөлісе мүмкіндіктеріне қол жеткізген екен да ол кісі. Осындай мысал. Сосын Мұса алейхиссаламның оқиғасы бар. Мұса алейхиссалам Алла тағаламен тілдесуге бара жатыр екен. Ол белгілі бір жерге барады ғой. Синан тауы дей ма, ұмытып қалдым ше. Синан ба, сол тауының жоғарына барып Алламен сөйлеседі екен дейді. Сол жаққа бара жатқан кезде жолда бір фақыр адам кездеседі екен ол кісіге. Сол айтады екен, я Мұса, ода тек қандай орысша айтқанда шорты, қазақша айтқан кезде дамбол ғой, белден тізеге дейінгі киім ғана бар, бітті. Үстіндегі футболка, майка ештеңе жоқ. Андай еттері солып қалған тақыр. Сол кісі кездесіп, Мұса, қайда барасың? Ол Алламен тілдесуге баратын. Аллаға айтшы, Құдайың айтшы, мынау енді жағдай жаман болып кетті енді. Мүмкін емес енді. Құдай берсін да енді. Тағдырымыз масқара болып кетті енді. Жетпей жатыр. Берсін да деп, соны мен уәжімді өтінішін айтып баршы деп Мұсаға өтініш қылады. Жақсы, Мұса алейхиссалам болды, айтып барам деп жолға жүреді. Сосын бір керісінше байды кездестіріп қалады. Бұл қисса ғой, енді бұл болған оқиға, болмаған оқиға мәселе, бұл жақтың түйетін даналығымыз ғой, қисса ғой. Бір байды кездестіріп қалады. Бай айтады екен, Мұса, Алла маған беріп жатыр, мен жаңағы оны дұрыс жаратып үлгермей жатырмын. Малдар арам өліп қалып жатыр, бау-бақтар арам жиналмай солып қалып жатыр. Құдай осы маған беріп жатқандығын азайтса екен деп тілейді. Соны айтып баршы Құдайға деп өтініш қылады. Мұса алейхиссалам жаңағы тауға барады, Алламен тілдеседі, сөйлеседі, сосын екеуіне де үкімді алып келеді. Сондағысы бірінші жаңағы байды бірінші кездестіреді енді. Алла тағала саған айтты, сен альхамдулилля, Аллаға шүкір деген сөз азайт. Сол кезде Құдайдың саған берері азаяды деп айтады екен. Ол таңғалып қалады. Қалай азайтам? Құдай беріп тұрған кезде қалай азайтам? Мен қалай бұл мақтау мада айтпаймын Алладан келіп тұрған нәрсеге? Қалай мен күпірлік етем? Шүкіршілікті қалай мен білдірмеймін? Қиналып қалады. Негізі емі сол дейді. Сен шүкіршілігін азайт, Құдайдың саған берері азаяды дейді. Сен жаңағы кедеймен кезіккен кезде кедейге айтады екен, сен шүкіршілік көбейт деп айтады екен. Ол кедей ренжіп жаңағы қайдағы шүкіршілік, не нәрсеге шүкіршілік етемін, не бар менде шүкіршілік ететін дегендей жаңағындай наразылық білдіреді екен. Көрініп тұр да, адам шағымшыл да андай. Бар нәрсені бағаламай тұрды. Сол кезде қатты жел тұрып, бұтындағы дамбалында шешіп алып кетеді дейді да. Бар ғой негізі шүкіршілік ететін нәрсе, негізі әуреті жабық етті ғой, ол хотя бы ше.
одан да айырылып қалады да. Яғни бұл қисса негізі болған оқиға ма білмейміз, исраилаттардан ғой, бірақ жоққа да шығармаймыз. Бұл жақта даналық, адам шүкіршілік халінде жүрсе, Құдай уәдесінде тұрып оған арттырып бере береді. Адам наразылық халінде жүре ма, шағым, Алланың тағдырына претензия, Құдай сен қателестің, менімен олай болмау керек еді, неге олай болып жатыр деген сияқты андай ішкі сезім, ол сөйтіп сөзбен айтпаса да ішкі сезім сондай болып тұрса, Құдай оған жағдайын өзгертпейді да. Өйткені ол қазір бар нәрсесін бағаламай тұр, көрмей тұр да ол. Қазір көрмейді барын ше, оған қосып берсең де көрмейді да ол. Ол қазір барын бағалап көре алмай тұр да жақсылықты. Оған жақсылықтар қосыла берсе көз ашып кетеді ме? Гидаятасы өте төмен да. Сондықтан бұл шүкіршілік мәселесіндегі тағы бір сөзіміз ғой, жаңа айтып отқан. Тағы бір мәселені айтқым келді шүкіршілік мәселесінде. Мына жерде түсінгенім, бірінші адам шүкіршілік ету керек, одан кейін бірақ барып арттырылады, иә, міндетті түрде. Шарт орындалу керек қой. Шарт орындалу керек, иә. Жоқ, енді тағдыр бойынша жазылып қойған дүниелер бар. Адам қанша шағын болса да Құдайдың бір уәде беріп қойған, жаңағындай періштелердің оның тағдырын жазып қойған ризық несібелері бар да енді. Адамның дәм тұзы таусылғанша дейін. Бірақ одан басқа рызық бар ғой, ол келмей мүмкін жүрек тыныштығы дегендей. Иә, жүрек тыныштығы, Алланың разылығы, біраз нәрсе бар ғой негізінде. Бірақ адам, Алла тағала біледі да адамның шағымшыл, жаңағындай өзінің барына разы бола алмайтын, шүкірсіз екенін. Сондықтан оның бар нәрсесі артпайды да. Құдай тарапынан өсірілмейді да. Ол нәрсені түсіну керек адам ше. Ол былай тағдыр мәселесі глобальный мәселе ғой, ішінен сұрақтар шыға береді, бірақ жалпы ереже солай. Біз шүкір етсек, қазір Құдай беріп тұрған нәрсе, Құдай бәрін беріп тұрған Құдай ғой негізінде. Бізде не бар? Бүкіл нәрсенің иесі Алла болса, бүкіл нәрсе Алладан келді. Біреу былай айтқанда көп нәрсе бізге еңбексіз келді негізінде. Еңбексіз келді жатыр. Біздің тыныс алуымыз, суға қол жеткізуіміз, су ішуіміз, мысалы бір жұмыс жасаймыз, оның нәтижесі қандай болады? Алла тарапынан ғой негізінде. Кей кезде сәл әрекет қыласың, нәтижеміз үлкен болады. Кей кезде қатты еңбек қыласың, бірақ нәтиже аз болады. Нәтиженің өзі Алла тарапынан да. Сол нәрсенің барлығын көре білу, Құдайдан ғой деп бағалай білу, бұл Алладан ғой деп мойындай білу, бұл шүкіршіліктің баспалдақтары да. Сол нәрсе болса, шүкіршілік шынайы болады да. Ал ішінде шағымы бар, өз тағдырына разы емес, адамнан шүкіршіліктің шығуы жақсанды болады, өтірік болады да. Өйткені ол Алла, шүкіршілік жоқ адам былай ғой, жаңа айтқандай, Алла менің тағдырыма қателесіп тұр, менімен былай болмау керек еді, неге мен мынандай сынақтарға ұшырап отырмын, Алла не қарап тұр, неге өйтіп сынады деген сияқты претензия, оны айтпаса да. Сондықтан ғалымдарымыз Құдай бермесе де шүкіршілік ете алады. Мысалға ұстазымның оқиғасы айтып беретін, оқиғасы ұстазым жақсы көреді, осы оқиғаны айтып береді. Шақиқ әл-Балихи мен Ибрахим ибн Адхам деген екі үлкен ғалым болады. Олар 10 ғасыр бұрын өмір сүрген кісілер. Сол кісілер бір дос болған екі ғалым. Сөйтіп бір күні жаңағы Шақиқ деген ғалым Ибрахим ибн Адхамнан сұрайды екен, қазіргі заманның ғалымының жағдайы халі қалай екен деп ше. Досын енді еркелеткен ғой, қазіргі заманның ғалымы деп, жаңағы досы ғой енді. Сонда ол кісі айтады, Алла берсе шүкір етеміз, бермесе сабыр етеміз дейді екен. Сонда Шақиқ әл-Балихи, Балих деген қаладан ғой, ғалымдар көп шыққан қала Балих деген. Сол қаланың ғалымы ғой Шақиқ деген. Сол кісі айтады, біздің Самарқандтың иттері де сондай дейді. Шүкір етсе, берсең шүкір етеді дейді. Яғни құйрықтан велетеді, шүкір етіп кетеді ғой иттер, мәз болып кетеді ғой бір нәрсе берсең. Бермесең қыңсылап сабыр етеді дейді да. Сол амалдап күтеді деген. Иә, қыңсылап жата береді ғой, бермесең істейді, өзің шаппайды ғой көбіне иттер. Сол Ибрахим ибн Адхам бұл сөзден намыстан қалмайды. Бұны керісінше менің досым маған сабақ берейін деп жатыр деген түсінікпен Балихтың шейхтары осындай халде не істер еді дейді да. Енді ол түсініп тұр да, енді как будто мазақ қылған сияқты ана Самарқандтың иттерінің халі сондай ғой деп, берсең шүкір ет, бермесең сабыр етеді деген сияқты. Ол кісі бірақ одан намыстан тұрған жоқ, бұл мазақ емес, бұл бір сабақ ретінде айтылған сөз. Сосын Ибрахим ибн Адхам сұрап жатыр, Балихтың шейхтары осындай халде не істер еді дейді. Сонда Шақиқ әл-Балихи айтады, Құдай бізге берсе, біз шүкір етеміз және бөлісеміз дейді. Ит көбіне бөлісе алмайды. Итке тамақ берші, ол басқа иттермен бөліспейді. Біреуге бермейді ол. Алып кетіп қалады. Қашып кетеді сразу. Ал адам Алла берсе шүкір етеді да, Құдай берді. Мойындайды, Құдай берді, Құдайдың бергені дейді да, өзі пайдаланады және өзгемен бөлісе алады. Екіншісі, ал бермесе ше Құдай, біз шүкір етеміз дейді. Құдай бермеді деп шүкір етеміз. Сосын сабыр етеміз дейді. Құдай бермесе де шүкір ете алу деген енді әулиелік қой негізінде.
қалай шүкір етеміз? Негізінде Алла бізге бір нәрсе бермеймін десе, Алла не себепті бермеді? Залымдық себепті ме, зұлымдық себепті ме, әділетсіздік себепті ме, әлде өзінің даналығына сай бір дұрыс шешім себепті ме? Алла әрине даналығына сай дұрыс шешім қабылдап тұр Алла бізге бір нәрсе бермеу арқылы. Біз қалап тұрмыз. Арендада жүрген адам үй бүлі болғысы келеді, денсаулығы жоқ адам денсаулықты болғысы келеді, бала сүйе алмай жүрген бала қалайды, жар таба алмай жүрген адам тез арада салиқалы жар қалайды деген сияқты. Мысалы түрмеде отқан адам бостандықты қалайды дегендей қалап жүр да, олар бір нәрсе сұрап жүр, Құдайдан тілеп жүр. Құдай бірақ оларға әлі бермей жатыр. Құдай осы бермеуінде оларға қатысты зұлымдық, әділетсіздік жасап жатыр ма? Жоқ. Алла әділетсіз емес, Алла залым емес. Алланың оларға бермеуі оның даналығына сай бір дұрыс шешімнен. Солай қабылдау керек мұсылман адам. Сөйтіп разы бол. Сабыр ету керек, иә. Алла маған бермесе, Алла дұрыс шешім қабылдайды. Мен разымын. Маған значит әлі керек емес. Әлі мен уақытым емес яғни. Құдай маған өмір бойы бала шаға бермей кетсе де мен разымын. Құдай мені өмір бойы осылай мүгедек қылып, денсаулығым нашар қылып жүрсе де мен разымын. Құдай мені өмір кедей қылса да мен разымын. Құдай мені өмір түрмеде осылай ұстаса мен разымын. Ол үлкен деңгей сияқты. Әрине. Бір жағынан Алла бізге уәде берген жоқ қой осы өмірдің қандай болатындығын. Егер біз өмірге келетін кезде Алламен келісіп алсақ, Алла мен өмірім қалай болады? Сол Алла тағала айтса, осындай уәде беремін десе, сосын ол уәделер орындалмай жатса, сен ренжуге хақың бар да негізінде. Құдай сен уәде етіп едің ғой, бермедің ғой деп ше. Бірақ біздің сценариіміздің қандай болатынын біз білген жоқпыз ғой негізінде. Тағдыр қалай жазылатынын ше. Және сол өмір сүру барысында біз өзіміз көбіне қате шешімдер қабылдаймыз да, ауырып қаламыз, қате шешім қабылдаймыз, кедей болып қаламыз, қате шешім қабылдаймыз, түрмеге түсіп қаламыз. Негізінде адамның өзінің қате шешімінен ғой негізі көбіне. Иә. И сол қате шешімнен кейін оның нәрсенің дұрысталуын күту керек та енді. Күту керек. Және де адаммен болып жатқан қиындықтар, жаңағындай көп нығметтердің оған берілмеуінде бір хайыр бар. Қиындықтар оның күнәлардың кафарат болады. Иә, оған көп нәрсені бермеуі қияметте оның есебін жеңілдетеді. Не, өшір есіме түсті ғой. Фәинна ма'ал усри юсра дегенді айтып өтсеңізші, алдында айтқан. Иә, осы аят, яғни қиындықпен бірге жеңілдік жүреді. Қазір сенің бір ситуацияда халің қиын шығар, бірақ басқа мүмкіндіктер ізде. Басқа мүмкіндіктер. Сен қазір кедей шығарсың, бірақ сенің уақытың, басың бос, сен қазір білім ала аласың. Бай адамдардың білім алу қиын. Жаңағындай мен рухани тұрғыда, өйткені ол ақшасы көп, обороты көп, жауапкершілік көп та. Істейтін шаруасы ол уайымы көп, ол бір жерге отырып сабақ алу қиын. Ал кедей адамда көп жауапкершілік болмағаннан кейін шашыла алмайды, бір жаққа қыдырып кете алмайды, жұмыс істей алмайды. Қазір ақша жоқ па? Сол оқып ал қазір, сен білім алып ал, сен бос, сен басың бос, сен жауапкершіліктен боссын. Саған ешкім сен жағдайыңды түсінеді, саған үлкен жауапкершілік жүктемейді. Ана шаруа шешіп берші, мынаны алып берші, үйтіп берші деп айтпайды саған. Сен сол кезде оқып ал. Деген сияқты. Сен денсаулығың болмай тұр ма? Қайтадан сенде уақыт бар. Сен жаңағы ғибадатыңды түзе, Алла жайлы, дін жайлы хабарыңды, біліміңді арттыр деген сияқты. Мүмкіндіктер бар, жоқ емес. Байсың ба? Иә, сенде қазір білім алуға мүмкіндік жоқ, сенде көп бір андай бір ғибадатыңда бір кей кезде бір өзіңе ұнайтындай деңгейде болмайды. Өйткені шапқылап жүріп намаз оқисың, уайымдап жүріп ораза ұстайсың деген ше, мысалы. Бір сол уақытта сен байсың ғой, садақаңды беріп қал. Сенде мүмкіндік бар. Көмегіңді істеп қал. Біреудің оқуына көмектесіп қал, біреудің ғибадат жасауына, біреудің проблемасын шеш. Кедейді тауып ал, мұқтаждығын өте. Бірақ сенің ғибадатың нашар болса, сен әйтеуір өзінің Құдай берген нығметпен соны толтырып жатсың ол. Яғни бір нәрсең кем болып тұр ма, бар нәрсеңді тауып ал да, шүкіршілікпен көзімен тауып аласың ғой сен оны. Тауып ал да, сол нәрсе арқылы жақсылықтар жасай бер. Мысалға, хадис келеді ғой, сахабалардың арасында енді кедей кісілер, жаңағы дүниесі аздау кісілер келіп пайғамбарға айтады: "Я Расулалла" дейді. Байлар бізбен бірге намаз оқиды, байлар бізбен бірге ораза ұстайды, бізбен бірге зікір тартады. Бірақ олар еще мал мүлкімен садақа қылып, жаңағы Алла жолындағы күреске өзінің үлесін қосып, зекет беріп, сауаптар алып кетіп жатыр да, біз махрұм қалып жатырмыз ғой. Алла, біз олардан жеңіліп қалып жатырмыз ғой сауаптар. Бай емеспіз ғой. Иә, бізде байлық жоқ қой олар секілді, біз тауып тұрғысын құр қалып жатырмыз ғой дейді да. Сол кезде пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам айтады ғой: "Сендерге солардікінен асып түсетіндей бір амал үйретейін ба?" дейді ғой. "Я Расулалла", әрбір 5 уақыт намаздан кейін 33 рет субханалла, 33 рет альхамдулилля, 33 рет Аллаху акбар деп айтты. 100-ші ла иляха илlalloh вахдаху ла шарика ла лахул мулк ва лахул хамду юхи ва юмит ва хуа аля кулли шайин қадир деп осындай зікір айтып тұрыңдар. Әр 5 уақыт намаздан соң айтуларың сендердің жаңағы байлардың да шаруасына асып түседі дейді. Негізінде байға намаздан кейін отырып зікір тарту өте қиын.
тұрып кетіп қалады ғой постоянно байлар отыра алмайды ғой. Шаруасы да бар ғой, оның шаруасы бар, күтіп тұр, ол проблема шешеді, ол уайым, ол отырып байдың зікір тарту өте аз да негізінде. Ал кедей адамда асығып тұрған, оған былай айтқанда тіреліп тұрған шаруа аз ғой, ол шешетін шаруа аз да. Сондықтан ол отырып емін еркін 5 уақыт намаз деген зікір тартылады негізінде. Түсіндің ба? Яғни ол өзінің қазіргі халіне разы болып, асықпай, жаңағындай бір жанталаспай, кедей адам отырып сабырлық қылса, сол 5 уақыт намаздан кейін зікіріне ше, байдың асып түседі ол. Өйткені байлар өйтіп зікір тарта алмайды көбіне. Ол зікір тартып отырса да оны ой жаңағы ана бутигім, мына бутигім басы субханалла күшті басталады да. Максимально ықыласты бола алмай қалуы мүмкін дейсіз ғой. Иә, көбіне ғой, көбіне. Жоқ, андай байлар бар, әне ықыласты байлар бар. Жаңағындай кедейлердің арасында да жаңағындай 5 уақыт намаздан кейін әдемі отыратын кісілер бар, әдемі отыра алмайтын кісілер бар, кедейлер де бар. Мысалы, жаңағы намаздан кейін тұрып кетіп қала береді, дүние үшін уайымдай бергеннен кейін деген сияқты, жаңа зікірдің артықшылығын түсінбегеннен кейін деген сияқты. Яғни екі жақта да тараптар бар, бірақ көбіне пайғамбардың үйретіп тұрғаны, иә? Яғни бір нәрсе кем болса, бар нәрсеңді бағалада сонымен амал етші. Жаңағы сол жерде жеңілдік бар ғой негізі адамда. Аяттың ашу тапсырығы осылай болатын шығар деп ойлаймын мен, иншалла. 100% келісемін. Керемет. Алла разы болсын сізге, Мейіржан ұстаз. Шүкіршілік мәселесінде иә біз көбінесе шағым айтып қоямыз, байқамай. Ол адам ұмытшақ қой. Жаңа ұмытып отырады. Білмей. Қазір өзім де отырып анализ жасап отырмын да, отырып алып, қай жерде шағым айтып қойып отырмын. Бір-екі моменттерде сынақтар келіп қалды. Бірақ ол шағым айтпасаң да келуі мүмкін ғой, ол сынақ дұрыс па? Иә. Өйткені Алла уәдесі бар ғой, сендер міндетті түрде сынаймыз дегені бар ғой. Ол заңдылық қой. Алла сынайды, ол айтып отырық қой, адам сыналады, ол Алланың заңдылығы. Ол пайғамбар да сыналады, қарапайым адам да сыналады. Оған белгілі бір ол кінәлі болу шарт емес. Адам бір қиындыққа душар болу үшін ол кінәлі болу шарт емес. Кей кезде Алла тағала қиындықтар тудырады, адамға бір сабақ беру үшін, оның жаңағы сынау үшін, амал дәптерін арттыру үшін, сауаптарға толтыру үшін, немесе оның иманы шынайы ма шынайы емес пе көрсету үшін. Кейбір адамдар ля иляха илlallah Мұхаммад Расулullah айтады, өзі мұсылман дейді, бірақ ауырып қалған кезде шипаны Алладан сұрамайды. Жаңағы шаманизмге кетіп қалады, жаңағы қабірдегі тәуіптерге кетіп қабір аралап кетеді. Біреулер бала керек деп жаңағындай қайтадан Алладан сұрауды, Алладан арғы сұрай беру керек еді, тек Алладан сұрау. Бірақ Алладан сұрайды да, Алла бермегеннен кейін сабырсыздық танытып, жаңағындай дұрыс емес әрекеттер, шамандыққа, шаманизмге, қабірдегі өлген кісілерден сұрау деген сияқты бір дұрыс емес әрекеттер кетіп қалады. Жаңағы дерті бар, ауырып жатыр, ол шипаны Құдайдан сұрай беру керек еді. Сол халде тұру керек еді. 18 жыл сыналды ғой бір пайғамбар, дұрыс па? Бірақ ешқашан ол басқа бағытқа кеткен емес, тек Алладан шипа сұрап, Алладан үмітін үзбей, Аллаға шағым айтпай, Алланың үкіміне ренжімей сөйтіп өмір сүрді. Ол да ауырып тұрсың ба, жылдап ауырып жатсың ба, ғасырлап ауырып жатсың ба, тек Алладан сұра, болды, сенің өзінің ля иляха илlalлахыңды дәлелде, мұсылманшылығыңды көрсет. Ал жоқ, жаңағындай бір жаңағы колдун бір нәрсе айтты екен деп, бір сиқыршы бір нәрсе деген, бір тәуіп бір нәрсе айтты екен деп, соны айтқанын істеп, шипаны бір өзге адам ойлап тапқан Құдайдан сұрап кету, өзге дінге өтіп кету деген сияқты нәрселер бар да. Үйінде денежный растение өсіріп, содан ақша күтіп отқан тәтелеріміз бар ғой. Доллары растение өсіріп отыр. Не үшін өсіріп жатыр десең, ақша көбейеді екен дейді. Енді дүние, байлық, берекет Алланың қолында екендігін ұмытып кетті ма деген мәселе ғой, мәселе. Көрдіңіз? Яғни вроде мұсылманмын деп айтады өзін, бірақ Алланың ғана қолынан келетін шаруаны өсімдіктен күтіп отырды. Алланың қолынан келетін, Алла беретін шипаны басқа нәрседен сұрайды, қызыл жіптен сұрайды. Алтын тіс деген құрбақаны қойып қояды машинесіне, жұмысына, берекет әкеледі, фэншуй деп. Яғни Құдайдың ғана қолынан келетін шаруаны өзге нәрседен сұрап кету адамның иманында шынайы емес екендігін көрсетіп қояды. Ол ля иляха илlalлах, Алладан басқа Құдай жоқ деген әлі түсінбей жатыр. Аллаға ғана жабысып, Алладан айырмау керек екендігін әлі түсінбей жатыр. Өйткені қалғанның барлығы өтірік, жалған. Ол нәрседе не сауап жоқ, не жақсылық жоқ, не берекет жоқ. Ол нәрсе ұмытып кетіп жатыр да. Сөйтіп ол өзінің иманы әлі кемел емес екендігін, кішкенталмағандығын, мұсылманшылық түсінбей жатқандығын көрсетіп қояды да. Яғни сынақ кей кезде солай келеді. Яғни адамның калимасы, шахадасы, ішіндегі иманы рас па рас емес пе, өтірік па өтірік емес пе. Мұхаммад Мұстафа саллаллаху алейхи ва саллям куәлік етемін, Мұхаммед Алланың елшісі деп айтып тұр. Дұрыс па? Бірақ пайғамбарға тіл тигізіліп жатқан кезде, ол сондай ма не деп жаңағындай өз пайғамбар Алла тәрбиелеген, Алла оқытқан пайғамбардан айып іздеп кету, ол оның иманының өте әлсіз, білімсіз екендігін, шариғаттан білімсіз, Алла тарапында білім аз екендігін көрсетіп қояды.
Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи вассаламның ерекшелігі, ол кісі туа салып ақылды болған жоқ қой. Ол туа салып пайғамбар болып кеткен жоқ қой. Оқу жазуды білмеген. Құдай тәрбиелеген оны. Ол Құдайдың бүкіл пайғамбар Құдайдың тәрбиесінен өткен. Бүкіл пайғамбарды Құдай үйреткен. Оларда бар білім Құдайдан. Ол мен ақылды болғаннан кейін айтып тұрмын деп айтқан емес. Алла маған үйретті, сосын мен сендерге үйретіп жатырмын дейді. Енді Алланың елшісіне күмәндану, айып іздеу, Алла қателесті, Алланікі дұрыс емес дегенмен бір ғой негізінде. Сондықтан осындай кездерде пайғамбарға тіл тигізіліп отқан кезде адамның иманы сыналады. Көрдіңіз бе? Қазіргі тәңіршілермен болып отқан ситуация, біздің пайғамбарға тіл тигізеді, біреулер пайғамбарды ақтайды, жоқ, Алла елшісінікі бәрінікі дұрыс, Алла елшісінікі дұрыс, өйткені Алла оның артында тұрған Алланікі дұрыс. Алла пайғамбарды бір белгілі дұрыс жолмен жүргізді, Алла ол жолда қателескен жоқ. Алла тағала арабтардан соңғы пайғамбарды арабтардан таңдаймын деген кезде қателескен жоқ. Ал ұлтшыл, нацист, андай өзге ұлтты жек көретін адамға арабтан пайғамбар ма деп жаңағындай бірден араб болды ма деп жаңағы Алланың таңдауына қарсы шығып жатыр да, оның нацисттігі тым нашар болып тұр да, жоғары деңгейде болып кетіп отыр да. Бұл Құдайдың таңдауы, ол Алланың елшісі. Мәселе араб емес емес, Алла оны таңдады. Болды, тоқтау керек осы кезде адам ше. Бірақ ол тым өз ұлтын өзгелерден тым жоғары санап, тек менің ұлтым керемет деп. Бүкіл ұлт тең. Ешқандай ұлт кем емес. Ешқандай ұлт артық емес. Осы позицияда өмір сүрген адам. Өйткені бүкіл ұлт Алланың жаратылысы. Әрбір ұлт ол Құдайдың жаратылысы. Алла олар жаратқан кезде еш жерінде қателескен жоқ. Қайтадан, яғни субханалла позициясына өтсе, адамда шағым айту да азаяды, шүкіршілік те дұрысталады. Өйткені шағымның көбісі Құдайдың ісіне қатысты шағым ғой деді. Алла қателесті дегенмен тең ғой негізінде шағым. Ал Алла кемшілігі атаулыдан ада деген позицияда жүрген адам ешқашан Құдайдың істен мін іздемейді. Керісінше басты өзін убеждать отырады. Жоқ, Алланікі дұрыс. Мен осылай болып қалмас, Алла дұрыс, мен бірінші қателесіп кеттім, мен түзелу керекпін. Біреулер Алланы түзеуге тырысады ғой, Алланы дұрыстауға тырысады да. Өзін емес, Алланы кінәлі деп бастайды. Сен кінәлісің, Айдархан, мен ата-анам кінәлі, Алла кінәлі, ашпай ма жолымды, неге жауып қояды? Ата-анам мені боқтамаған кезде, кішкентай кезімде мен осылай болмайтын еді. Мен жасқаншақпын, өйткені ата-анам кезінде басып тастаған, достарым ортам нашар болды. Кінәлі іздейді да ол, кінәлі. Бірақ өзі түзелуге тырыспайды. Осы кезде тағы бір аят түседі. Алла тағала айтқан, сендер өздеріңді өзгерткен кезде сендердің жағдайларын өзгертемін дейді да. Әрбір қауым өзін өзгерткен кезде Алла олардың жағдайын өзгертеді дейді да. Адам өзін өзгертумен айналысу керек. Адам өз-өзін өзгертпейінше, белгілі бір қауым өз-өзін өзгертпейінше, Аллах тағала оны өзгертпейді деген. Жағдайын өзгертпейді. Адам өзі шүкіршілік халіне өту керек та. Қазір барын бағалап, барының қадіріне жетсе, Алла уәдесіне тұрып, оның жағдайын артады, сөйтіп өзгереді. Біреулер бар андай, мысалы психологиялық тұрғыда ше, мен адамдармен араласа алмаймын дейді. Мен ешкім жақсы көрмейді. Мен бөлек сияқтымын, бөтен сияқтымын деген сияқты психологиялық стрессте жүрген адамдар бар. Негізі сен өзгеру керексің да. Сен дұрыстап амандасу керексің. Сен күліп қарау керексің. Сен дос бола білу керексің. Сен араласып кету керексің. Сен өзіңді адамдарға керек ету керексің да. Шақырмай тұрса, сен пайдалы болса, сен пайдалы бол, сен бәрі іздейтін болады. Дұрыс па? Сен өзгерші, сен айналаң өзгереді. Саған негатив көп болып кетті ме, шабуылдар көп болып кетті ме, адам тарапынан біреу боқтап кетеді, біреу ренжіп кетеді, біреу сен кінәлап кетеді, сондай болатын ма, сен түзел, сен өзгер. Олардікін елеме, айтып отқан нәрсесін. Өзгер, көресің, саған дейін қарым-қатынас өзгереді. Жұмыскерді басшысы қайта-қайта езіп, үлкен ауыр сөздер айтып жатса, жұмыскер тоқтата білу керек та. Сен менімен олай сөйлеспе деп тоқтата білу керек. Яғни сен өзгерді, сен батылырақ бол. Басеке, деловые отношения, сен мен личностьтен өтпе. Бұл тоқтат осы жерде. Сен мен жұмыстың тысына, бірақ мен претензия айтпай қой деген сияқты халге өту керек. Яғни адам өзі өзгеру керек та. Сол кезде оған деген бастықтың қарым-қатынасы өзгереді. Адам өзгергісі келмейді. Мен өлем дейді сразу бірден. Мен өлем, мен ешкім керегі жоқ, мен ешкім жақсы көрмейді дейді да. Сен жақсы көретіндей адам бол. Сен ешкім сені таптай алмайтындай адам бол. Сен пайдалы адам бол. Сол кезде сенің жағдайың өзгереді. Яғни қайтадан Алла айтып тұр ғой, сен өзгер, сен өзгеруге тырыс. Сонда мен сенің жағдайын өзгертіп қоямын. Саған деген қарым-қатынас өзгереді адамдардың, сенің халің өзгереді, ішкі состояниең өзгереді. Көп нәрсе өзгереді. Психолог болдыңыз ғой, сіз кәдімгідей. Жоқ, андай психологтар, коучтар бірнәрсе айтуға тырысады ғой. Бүкілінде дінге отсылка бар да. Олардың айтып отқан сөздерін дінмен ұштастырсаң, негізі Алла айтып тұрған нәрсе ғой негізінде. Айтып қойған, пайғамбар айтып қойған нәрсе, соны просто бабына жете білу керек та.
өмірге енгізе білу керек та. Алдан Нұржан ұстазымыз айтқандай, егер де адам дұрыс ақидасы болса, Иә. дұрыс білім, сенімі дұрыс болатын болса, ешқандай психология, ешқандай сырттан бір нәрсе керек емес еді ғой. Иә. Ол өзім сол психологтардан біраз консультация алып, сосын Нұржан ұстазбен таныстым ғой мен. Қазір уже қанша жыл өтті, ондай нәрселерге бармаймын. Бұрындары 500 мың теңгеге 1 сағаттық консультация алатын. Алла. Валлахи, өтірік емес. Тікте. Ондай болған. Алла оны осындай білім тегін беріп жатыр дейсің ғой. Тегін, иә. Пайғамбар Кел деп жатыр ғой. Даже сіз айтасыз ғой, дәрістерге келдер, шоколад беремін, шай беремін, футбол ойнаймыз деп. Тегін хадистер, тегін ілім, адамның жан дүниесін де тәрбиелейтін, айтқан кезде руханиятын бәрін, материалдық тұрғысынан бәрін түзейтін иншалла ілімдер ғой. Все, Алла разы болсын ұстаз, бізде уақыт болып қалды. Видео ұнаса тарқатып жіберіңіздер. Нұржан ұстаз, Мейіржан ұстаз, сізге Алла разы болсын. Нұржан ұстаз деп үйреніп қалған ғой, отыра беріп, Нұржан ұстазбен отыра беріп. Сол, видео ұнаған болса пікір жазып, лайк басып кетуді ұмытпаңыздар. Ассалаумағалейкум.